Жоқмаған жансаядан асқан сыңар, ендеше қолын соқсын растаушылар. Бір емес бірнеше рет айтысқанбыз, ол қазір таусылмайтын дастан шығар. Бірінің бірі тілін табады деп бүгінде бізді де қосқан шығар. Ақырғы жұп боп келдік алдарыңа, алдын ала жасалған жоспар шығар. Соңына қалдырғанға қарағанда қауіптен алдын ала қашқан шығар. Біздің жүкен көреген жан емес пе, бірдеңе боқпалар деп сасқан шығар. Бағанадан біздерді шығармаса, балалар ұйықтасын деп тосқан шығар. 20 жырсы жиылып ыңғай күшті, түстен бері жасады түрлі айтысты. Діндарлар кеп алдыңда дінді айтысты, ділбарлар кеп алдыңда тілді айтысты. Ал менің қарсыласым жансая қыз Ажар Аппақ қарсынды нұрдай қысқа. 20 жыл сахнада келе жатып жүйрікті көргенім жоқ мұндай күшті. Ал ағайым бер қара көргеніңмен көрмегенде арманда мұндай түсті. Сіздер енді жайланып алсаңыздар, біздер енді бастаймыз түнгі айтысты. Ағайым бұл жансая үй болыпты, содан бері бақытты күйгеніпті. Үй болыпты дегенді басқа шығып деп ойлап қалмаңыздар, үйленіпті. Құр әшейін әкімі құрмет жасап басына қос бөлмелі үй беріпті. Келтін алып алған мен көлгініптен кіруге обасында именіпті. Бір бөлмеге үйреніп қалған қыз ғой, бірте-бірте оғанда үйреніпті. Ол үйі аса қымбат баспан екен, басында алмаймын деп қашқан екен. Қайтсем мұны жиһазға толтырам деп қаражатты аямай шашқан екен. Дүниеге толған мен үйдің іші, дүнияның қызығы басқан екен. Ол үйге білесің бе керегіне? Жазып ал, қажет болар керегіңе. Алтын қаптап, күміске қаптасаң да бәрібір жете алмайсың дегеніңе. Күндіз жылы болған мен түнде суық, сен оның сезесің бе себебіне? Бөлме екеу болған мен адам біреу, ендеше құлағың дүр деп өлеңіме. Бір күні батареяң жарылады, судың бәрі тамшылап еденіңе. Бір күні тоқтан дақау табылады, электр қарамайды беделіңе. Есігіңнің топсасы босағанда ешкімге қақпайды ғой шегені де. Соның бәрін істейтін біреу болса, сонда ғана келесің кемеліңе. Жарықтық еркек деген әмбе бап қой, әңгіменің түсінсең тереңіне. Балаларда әкесіз көбеймейді, Құдайдың қарасаңшы шеберіне. Бөбелер улап шулап жатпағасын, бөлменің көптігінің керегіне. Жансая жауабымен таңғылмай ма? Ұйқасын түнгі айтыстың мақсат айтса, ұйқысын жас балалар қандырмай ма? Ол рас бұған дейін көп айтысты
бос ақын бос шелектей даңғырлай ма? Әдейі соңғы жұпқа алып қалсақ, біздерден күшті нәрсе күткен шығар, әйтпесе басқаларын алдырмай ма? Жүкеңе өкпеміз жоқ, қайта біздің қайтадан әзіліміз жаңғырмай ма? Ол түгіл қарапайым адамдарда өзінің кайфын ойлап қам қылмай ма? Ауырын жұмысының күндіз жасап, тәуірін түнішіне қалдырмай ма? Игагай, 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 игагай. Тұр қазір айтыстарда өтіп атын, әр сөзін санамызға тоқылатын. Мақсатжан аманбысын қалың қалай, қыз көрсе тұла бойын тоғыратын. Дәл бүгін екеумізді жұп құлыпты лайық деп қодыратқа соқыратын. Жігітсің бой жеткендер ғашық болып, қолымыз жетпеді деп опынатын. Священный отец деп сені көрсе, орыстың кемпірі де шоқынатын. Құпия кітаптайсың сен біз үшін, тығылып оңашада оқылатын. Арқада туғасын ба жан емессің, аязға екі беті тотығатын. Ақынсың минус 40 градуста да 18 плюс айтып отыратын. Игагай, 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 игагай. Ей, мақош! Желкемді жан емеспін бір күзетін, қашанда адал қылдым жыр күзетін. Әкімім қос бөлмелі пәтер берсе, ақынын шалқып өмір сүргізетін. Еркек жоқ бірақ үйде шын айтасың, махаббат айдынында бір жүзетін. Өмірде түрлі жайлар болады ғой, бұл саған әзіл емес күлгізетін. Көшкенде көп қиналдым, адам таппай, жиһазды орнына ілгізетін. Өткенде пара бойым бір жарылды, кез болып екі жеңді түргізетін. Кей кезде проводтарда үзіледі, оғанда адам керек жүргізетін. Көп жайдан хабарым бар менің, бірақ тірігіп жетілдірді бұл қызетін. Сантехник, электрикке зар емеспін, жөнім жоқ, үмітімді мүлдізетін. Негізі маған плотник жігіт керек, шегесін майыстырмай кіргізетін. Игагай, 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 игагай. Ақындар атқыш мені оғыменен, алысып жан саяның жоғыменен. Бөлмеге бөпет олсын деп жатырсың, байырғы аналардың жолыменен. Мақсатжан ол жағынан уайымдама, бәрі де бола жатар жөніменен. Жаңағы плотникті тауып алсам, плотны айналсам соныменен. Игагай, 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 игагай. Жәке жоқ екен ғой білмейтінің, сөзіңе жұрт қалды ма, ей күлмейтұғын. Қарағым-ау, қағуы дұрыс болса, шіркін-ай, шеге барма кірмейтұғын. Неше түрлі нәрсені еске салып, келтіріп жібердің ғой кешке шабыт. Тәуір жұмыс тек түнде жасалады деп, бірдеңе білетіндей бөспеш анық. Плотник көрмеген қыз қайтсын енді, төскейге өрлеп отыр төске шауып. Обасында шегені жасағанда қыздырып суарады пешке салып. Дегенмен майыспайтын шеге бар ма,
düzetip oturmasa töske salıp Jansaya her bir tangın külüp atsın, men jakka kulağыңды türüp apsın. Baganağı isine kayran kaldım, özünde biraz jaydı uğup apsın. Akındar atqa minip jatkan кезде жылқыға minbeymin dep жүрüp apsın. Bir kүйеудің мойнына minbesең de bir tүйенің üstüne minip apsın. Төрттіліктің төресін бағындырып образға керемет кіріп апсың. Әйтеуір шөгіп жатқан нәрселерге қалай мініп түсуді біліп апсың. Ау жәке, сезімдерін қалған бөліп, бір плотник отырса арман болып. Ағайын көрдіңдер ғой, түйе болды, Жансая таңдап мініп алған көлік. Üstünde balkıp şalkıp keratkandı, taң қалдым менде мана залдан көріп. Түйеменен теңселген қалай екен, қызықтап отыр еді шалдар көріп. Жансая мәз-мәйрам боп жатырсың ба, жардан көрмес қызықты нардан көріп. ортасында бойыңды балқытатын денес екен. 30 жыл қорқыппын ғой бостан босқа, соншама алдым екен неге секем. Шөккенде мініп алдың деген мақсат, қайтадан жақындама демес екен. Басында қорқынышты көрінгенмен, жатқан нәрсенің үстіне мініп түсу аса бір қиын шаруа емес екен. Кемел ойлап, келеді әр сөзіңнен жебе бойлап. Сен отсың мүше қапты жырға қосып, мен отырым бағанағы шеген ойлап. Танытар тазалықпен күміс қалып, қанында қазағымның тұр ұсталып. Шегені шаруаға салу керек, жатпасын сандығында құр ұшталып. Кішкентай шегеніңде шегаты бар, әйтеуір бітіреді бір станып. 20-лық шегелерді майыспайды, бойында тұр ғой оның ырыстанып тарып. Ал жүріп кеткендері пайда қаспайды, екеуміз оған бола ұрыспалық. Ұрсаңда төске салып бар денемен, бәрібір кетпейді ол еш уақытта дұрысталып. Ағайын неменеге күлесіңдер, тыңдаңдар Жансаяны тынышталып. Мен кейде кәдімгідей қызғамын, көрсемде бір шегені уыс қалып. Өйткені бұған дейін еш уақытта көрмебем шегеменен жұмыстанып. Игагай, 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 игагай. Шегенің қысқасы бар, ұзыны бар. Оның да қисығы бар, түзуі бар. Өзіңде размерлерін біліп апсың, байқаймын қолдарыңда тізімі бар. Таңдаймын деп Жансая жүре берме, қандай шеге болса да қызығы бар. Сарапшы боп отырған ақылмандар, бәрі де мына бізге жақын жандар. Айтыс үшін әзілдеп жатырмыз ғой, оған бола өкпелеп ақимаңдар.
Жансаямен айтысу оңай емес, әп-сәтте өзгереді, ақидаң бар. Түйе үстінде балқыдым, шалқыдым деп айтып жатқан юмор мен сатираң бар. Жансая жаның ләззат тапқан екен, жан-жағыңнан қысқанда қақиғандар. Әрең жүр екенсің ғой қос көзіңе, елестеп неше түрлі материалдар.